Ассаламу алейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгін бізде қытайлық жүк көлік шіріп кеткен краскінің ас жақтары. Бүгін шашылып басталды, жаңа келді өзі. Ертең арғы күні 2 күн уақытымыз бар. 2 күнде жылдам бояп шығару керек. Мынандай жағдайда шіріп кеткен. Ана жағы жаңа түсірілген жағдайы. Кешенің алдыңғы күні келіп еді. Кешке шашылды. Кеше бір күн толық жұмыс жасалды. Кішігірім шпаулетке жағылып, грунтовка шашып. Бүгін уже краска дайындап жатырмыз. Бүгін кешке дейін бітіріп жинау керек. Енді майда шүйде сызықтарына, ванналарына қарамаймыз. Ағарса болды. Бүгін жексенбі, кешті батырдық. Күнде бұзылып жатыр. Әбекеңнің машинасы бітті. Бұйырса шығайын деп жатыр. Мына жақта рамасында бір қатар боялды қараға. Шпаулетка сызықтары, ойықтары кішкене қалды. Енді 2 күнге жараса әдемі шықты. Жалпы жағдай осындай. Мына жақта есіктер мына жаққа тиіп жүрген болатын, артқа кетті бұлар. Мына жағында да сондай. Мынаға тиіп қалған болатын. Мына жағында саусақ сиятындай ашық бар еді, артқа қарай бәрін жылдың. Бәрін жақсы ашық. Мына жақта айтпақшы, фараның астында ресничкалары жоқ екен. Кішкене ашылып тұр, кейінде салып олар. Алды жағы ғана боялды, арт жағы кейін бір көреміз онда. Әбекеңде басқасында жүріп өзі де көмектесті. Бұйырса әбекеңді шығарып жатырмыз. 2 күнде бітті. Видеоны лайк басып достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.